Дасталлар ақыл ойдың сөз шеберлігінің текарында дөреген терең мәнілі жыр толғанысылардан ібарат. Ескі дәуірдің шығармасы болған эпикалық дөретпелер әр бір халықтың фольклорының ең үлкен естелігі болып есапланады. Даналық, ділуарлық пенен баянланатығын дастан уақияларынан біз ескі дәуір шынлығын, милли көріністің бейбаха үлгілерін көреміз. Дастанның бай мазмұнға ие болуы оның көркем сөзге толы болуында. Соның үшін да біз дасталларымызды ең асыл сөз маржалары жәмленген алтын қазине деп білеміз. Өткен көрсетулерімізде фольклоршы Алым Кеңесбай Алламбергенов пенен Алпамыс дастанның келіп шығу тарихы һәм версияларының бір-бірінен айырмашылығы туралы сөз еткен едік. Бүгін дастанның бай сөзлік құрамға ие екенлігі хақында сөзімізді давам етеміз. Әрқандай көркем шығарманың идеялық құллылығы оның көркемлік компонентімен тығыз байланысты болады. Осы мәнінде Қарақалпақ халық дастаны Алпамыстың көркемлік құрылысына, ондағы гауһар сөздер сандығына сер салып қарайтын болсақ, Алпамыс дастанының Қарақалпақ версиясының ілімпаздарымыз айтқандай, оған да бір көркемлігі құллы, идеялық жақтан жоғары тұратығын шығарма екенлігін, дүниядағы ешбір халықтың мейлі фольклорлық шығарма ма, мейлі жазба шығармасы ма, қалыспайтындығы хақындағы пікірлердің дұрыстығын сеземіз. Алпамыс дастанында міне тихарғы идеяны біз жақсы білеміз. Бұл елдің бірлігі хақындағы, идея екенлігі хақында айтқанбыз. Сол дастанда осы идеяға қарама қарсы қойылған екі бидің, Байбөр менен Байсарының айтысын, конфликтін, айтысудағы тихарғы мәселенің не екенлігін айқынластыратығын, нақыл сөзлерде, осы жерде бірлік, ямаса ауызбіршіліксіздіктің мәселесінде жүдә жақсы, құс жаңылса торға түседі, ер жаңылса қолға түседі, екі қарға ұрысса аңшыға жем болады дегендей, сен өлгенменен жер толмас. Осаған қасаң байтыл екі айғырды қасетер дегенге осаған нақыл сөздер, бұл бірлікті, елдің бірлігінің бұзылу жөнелісін көрсететін, бұзылуға себепші болған жағдайларды көрсететін нақыл сөздер өз орында Алпамыс дастанда жүдә шеберлікпен естілген. Бұнымен бірге дастанда бұрыннан келтірген осындай жағдайларда елдің, халықтың дәстүри даналығы, төтепке беретін осындай жағдайларға данышпанлық пікірлері, төрелік, ел ағаларының билігін, елдік хат-құдалықты көрсететін, елдегі төрелікті көрсететінде нақыл сөздер дастан құрылысында дастанның көркемлік компонентіне жүйе білінбеушілік дәрежеде шеберлікпенен бірігіп, көркемлік құраллары сипатында жүдә құпталықпенен пайдаланылған. Не айтайық, осындай орындардан ашу араз ақыл дос, ашу алдынан ақыл соңынан келеді, алсызаң бәлентке, жырылсаң пәске дегенге осыған нақыл сөздер осы халықтың осындай қиын жағдайларда, ел тарығып тұрған уақытта, ел ақылға тарығып тұрған уақытларда берілетін халықтың кәт-құдалығы, төрелігі мәнісінде сол халық данышпанлығын терең етіп беру үшін, оның өз орнында қолданылатындығын, һәм уақытта да халқылығын жойтпайтындығын, халықта сабырлылық, инсап, қанат дегеннің бар екенлігін, қандай қиыншылық болса да халықтың осындай жақсы позициялары жеңіп шығатындығын көрсету үшін осындай нақыл сөздерден жүдә ұтымды, өтімді пайдаланылған. Міне айта берсең, осы халықтың даналығы әттегі қаһармандардың образын сәулелендіргеде, сол халық
халықтық түсінік менен, халықтық ұғым менен, халықтың дүние таным менен, халықтың эстетикалық көзқарастары менен, тұрмыс тәрізі менен тығыз байланыслы сәулену тапқан. Айтайық, дастанда Гүлпашының келбетін беретін жерлер, мәселен айтайық, қамшы яңлы бармағы, күміс яңлы тырнағы, ұстаға барсаң сандал бар, сандалды көрді төсін көр, моллаға барсаң қалем бар, қалемді көрді қасын көр, шершіге барсаң хінжі бар, хінжіні көрді тісін көр, қара жерге қар жауар, қарды көрді етін көр, қар үстіне қар тамар, қанды көрді бетін көр деген Гүлпашының портретін сәулелендірген жерлерде де халқылық идеаллар, сұлулық хақындағы эстетикалық көзқарастары, ямаса халықтың айтайық диқаншылыққа, балықшылыққа, шаруашылыққа байланысты үш ай қабағым, үш ай шабағым, үш ай қауыным, үш ай сауыным деген халықтың тұрмыс тәрізінен келіп шыққан алдағы сөгітлеу құралдары. Мәселен, ұстаға барсаң сандал бар дейді, халықтың өнермен қалқа екенлігін, моллаға барсаң қалем бар дейді, халықтың зиялы, бұрыннан ілім білімлі халық екенлігін көрсететін тұрмыс тәрізінен дерек беретін. Осындай халқылық ұғымнан салыстырулар теңеулерді жиде өз орнында пайдаланғандығын дастанның көркемдік құрылысынан өнен бойынан сезуге болады. Алпамыс дастанда халық тілінің даналығы, нақыл мақаллар, теңеулер, астарлы мәнідегі сөздер жүда көп. Әр бір образды көркемлеп, сөз сұлулығын асырып тарифлеу арқалы инсанлардың дастан тыңлауға болған ықыласын арттырған. Жыраудың шеберлігі нәтижесінде сөзлер еленіп, маржандай дізіліп тыңлаушыға зауқлы сезімдер бағышлаған. Соның ұшында гауһар сөзлеріміз халықтың рухи дүниясын байытып жасап келген. Кейде біз ауыз әдебиеті хақында айтқанда, ауызша сөз ғой деп қараймыз. Ауызекі гәп қой деп. Яқ, бұл ауызекі дөрегеменен халқылық шығарма, соның ішінде эпслар, дастарлық шығармалар ауызекі дөрегеменен бұл мың жылдардан бері халықтың тәжірибесінен, сөйлеу тәжірибесінен өтіп, ішілетіліп, артығы алынып, кемісі толықтырылып, гауһар сөзге айланып кеткен сөздер. Сол үшін дасталларда жыраулар ұсындай сөздерге қайта-қайта өзлерінен бейғарез қайта-қайта müracaat етіп, сол сөздерді айтқысы келіп, тәкрарлап отырады. Мәселен, халық түсінігінде бұрыннан қалыптасып кеткен жаңағы көркемдік қайталаулар бар. Түлкі жүрмес түнектен, қарсақ жүрмес қайыңнан, қаршаға құстың баласы қайың түбін су алса, лайды екен анасы дегендей халық түсініктерді, ассонансларды, аллитерацияларды сесілік ұйқасқа құрылған халықтың қалбінде тұрақлы сөз тізбегіне айланып кеткен сондай гауһар сөздерді жиі өз орындарында пайдаланады. Міне, мен саламаттың өтініш етер едім. Гүлпашының келбетін сәулелендірген портретлік суретлеулерді бір тыңлаушыларымызға жеткеріп берсе екен деп. Қамшы яңлы, бармағы күміс яңлы, тырнағы ұстаға басар, сандал бар, сандалды көрді, төсін көр, моллаға барсаң, қалем бар, қалемді көрді, қасын көр, шершеге барсаң, хенжі бар, хенжіні көрді, тісін көр, қар үстіне, қар жауар, қарды көрді, етін көр, қар үстіне, қан тамар, қанды көрді, бетін көрей. Әр бендеге келмес
Davran aytırıp al, sol kızdı altın taktın, üstünde bir akşam sürsen, davran şürüğünde kalmaydı zerre kıylı, kal erman ölür buldum, tayşıhan solu kızdın derdine ney? Amerikella. Rahmet, salamat. Mine көріп отырғаныңыздай Гүлпаршынның келбеті. Bu yerде elbette Gülpaşı'nın kelbетін Leonardo da Vinci sızған Mona Lisa мен салыстыру қиын шығар. Дегенменен ondan кем емес. Келбетіне қараң. Қар үстіне қара жерге қар жауар. Қарды көрді, етін көр дейді. Қар үстіне қан тамар. Қанды көрді, бетін көр. Беті лалаптай жанып тұрған. Еті аппақ екенін айтпай-ақ түсіндіріп берді. Har bir dastanda hayal qizlar obrazi juda shebirlikpен ta'riflanadi. Ең баслы нәрсе ta'lim tarbiyalik fazilatni, milliy o'zni tanlikni, ayriqcha go'zallikni ko'rkemlab savlantiruvdan iborat. Alpams dastanдағы Gülparşın obrazı ақыл парасатлылығы менен дастан вақияларын толықтырып тұрады һәм ең шебер жасалған күшлі образлардың бірі болып табылады. Gülpaşın айтады, кіміңді құл демеймен, кіміңді тұл демеймен, кіміңді бала демеймен, кіміңді шаға демеймен, үлгеніңіз қайнаға, кішкенеңіз мырдаға. 40 күншілік жоллардан аты озған жігітке ғана тиемен дейді. Қараң, 40 күннің ояқ бияғында Алпамыс келіп қалар дегенменен уақытты созып, ақыллықпенен жаушыларға мәдениетті түрде сұлу сөздерменен, көркем сөздерменен әдеплі ғана жауап береді. Бұның бәрін әлбетте халықтағы әйел қыздарымыздың біздің даналығын беру үшін, олардың ақылын озық екенлігін бұрыннан кетірген айырым жағдайларда айтылып қалатығын шашы қызын ақылы келте деген түсініктердің бекар екенлігін әйел қыздарымыздың қарылбақ қалғында ешбір ерлерден кем тұрмайтығын осындай ақыллы әйел қыздарымыз көззал, ішкі сұлулығыменен өзінің сыртқы көззалдығыменен елдің бірлігін, халықтың бірлігін ұстап тұрғанлығын, мұхаббатқа, отанға, еріне садық болғанлығын тәрифлейді міне сондай көззалықлармен. Дастанда батыр образына қосымша күш бағышлайтын нәрсе бұл байшыбардың тарифленуі де жүда өзгеше тәсірге ие. Қосық қатарларындағы батыр мінген аттың сымбаты, жүйріклігі, мәнілі ұйқас қатарлар менен сөз етіледі. Теңеулер арқалы ішкі дебдулер, ішкі толғанысылар, даналықпен айтылған пікірлер арқалы өз шешімін табады. Халықтың даналығын беретін олар жүда көп дастанда. Мен айтайық, ат жігіттің қанаты деген, тұлпар бойын жасырып жүреді дегенге ұсаған орылар бар дастандағы, мәселен айтайық. Сол ерлерде тұлпардың әттегі адамның портретін қоя беріп, тұлпардың хайуанның портретін бергенде де оның әфуайлығын, бірақ әфуайлығы болғанымен жүда тұлпар екенлігін, тұлпар қанша тұлпар болғанымен ана қалықта кеп бар ғой. Аяқлары топшақ, құйрық жалы бір құшақ, жүріп жолдан адасқан, тұла бойын кене басқан, мезгілсіз жолды аңлаған, дөбір шықса ұзақта, құлақ салып тыңлаған, өзі шұбар қотыртай, қашы үлкен суқабақ, қарны үлкен суқабақтай, кешелеп жортып келатыр дейді. Бірақ түрі әпайы болғанмен, оның тұлпарлық қасиеті бар екенлігінен жырауларымызды жасырмай, осындай халқылық ұғымдағы тұлпар бойын жасырады деген түсінікті беру үшін осындай қатарлардан жүдә пұқта пайдаланған. Әфуайы сөз тізбектерінен ақ үлкен мәнін келтіріп шыққан. Себебі бұнда салт дәстүр жырлары ма, хаужар ма, нақыл мақалдар ма, теңеулер ме,
метафоралар ма, шыда өз орнында, әсіресе халық фольклорының кіші лирикалық жанрлары, айтыслар да, әужарлар да, мәдік гүләпсаллар да, нақыл мақаллар да, өз орнында ірі эпикалық жаңалыға жүйе білінбестей бірігіп көркем бір құйылма дене болып эпикалық шығарма дөрепте болып бірігіп кеткендігін көруге болады. Degenden aytaman bil parşını, mına sözün menisin bil barışını. Bayım ölüp 7 yıl tul buldum dep, ultan kulga tegeninşi barışını. Bay sırasan mağan tişi barışını. Kudayım basqa salgan bir davağa, tiyin dep жүрмедім тек сіз құлға, düşman болып сөйлемей жан қайнаға. Патша болсам мен өзім білгір едім, жалғызымның жолына ділгір едім, тиейін деп жүрмедім тек сіз құлға, жетімектің атағасы деп жүреді. Сиіз кезер жолларда атын тартып, тәуірлердің қолында мүйіз қартып, бай сарасаң маған текелін балам, құлдан құлдың нелері артып. Şölde gezip жүрмейінің дәрбедерім, sen кеткенде кім болар қауіндерім, шақырғанда қасыма келші түрім, атан деп саршыладау жәдігерім. Дасталлар көркем қатарлар менен басланып, көркем үлгідегі сөзлер менен шумақланады. Ауызекі дөретпелеріміз ескі халықтың тарихи тұрмысының айнасы. Өз дәуірінің батырларының ерлігін жырлаған жырауларымыз арқалы бүгінгі күнге жетіп келген халқымыздың әдеби шығармасы һәм милли мирасы болып есептеледі. Алпамыс ең ірі көлемдегі жыр болып, һәр бір жыраудың сүйіп атқарған дастаны һәм даналық пікірлерге, шешенлік сөзлерге бай шығарма екенлігі менен құнлы дөретпеге айланған. Дастан гауһар сөзлерге бай, хасыл тіл байлығы гөнермейтұғын рухи ғазинеміз болып жасай береді.